Сәлеметсіздер ме? Мен Шәкір Сембаев атындағы мектеп БГЖ кешенінің 9 сынып оқушысы Абат Нұрислам. Жобамның тақырыбы мамандығым мақтанышым. Таңдап жатқан мамандығым туризм. Мен неге туризм таңдадым? Туризм адамдарды, елдерді, мәдениеттерді байланыстыратын сала. Және саяхаттағанды жақсы көремін. Жаңа тілдер мен дәстүрлерді үйренуге мүмкіндік береді. Қызықты әрі динамикалық мамандық әлемді тануға жол ашады. Мамандықтың шығу тарихы. Туризм ежелгі заманнан бастау алып, алғашқы саяхатшылар, саудагерлер мен зерттеушілер 19 ғасырда алғашқы туристік компаниялар ашыла бастады. 20 ғасырда туризм жаппай салаға айналып, қазіргі таңда әлемдегі ең ірі индустриялардың бірі. Туризм маманының негізгі міндеттері. Туризм маманы саяхаттарды толық жоспарлап ұйымдастырады, туристік маршруттар мен бағдарламалар жасайды, қонақ үйлерді, ұшақ билеттерін, көлік түрлерін брондайды, клиенттердің тілектері мен бюджеттеріне сәйкес турлар ұсынады, виза, сақтандыру және қажетті құжаттар бойынша кеңес береді, экскурсиялар ұйымдастырып, туристерге бағыт-бағдар береді. Шетелдік туристерді қарсы алып орналастырады және демалыс орны туралы толық ақпарат береді, тур барысында туындаған мәселелерді шешеді және туристердің қауіпсіздігі мен жайылымдылығын қамтамасыз етеді. Осы туризм саласындағы танымал адамдар: Томас Кук, әлемдегі алғашқы туристік агенттіктің негізін қалаушы; Марко Поло, Азия елдерін зерттеген әйгілі саяхатшы; Христофор Колумб, жаңа жерлерді ашқан теңізші; Жакив Кусто, теңіз зерттеуші, саяхатшы. Қазіргі туристік блогерлер мен гидтер елдерді танытып, туризм саласын дамытып жатыр. Осы мамандыққа қажетті қабілеттер мен қасиеттер: адамдармен тез тіл табыса білу қажет, шет тілін білу қажет, ұйымдастырушылық қабілеттер, жауапкершілік, сабырлылық пен сыпайылық, белсенділік, энергия, стресс жағдайында жұмыс істей алу, жылдам шешім қабылдау қабілеті және мәдениеттілік пен кең ой өріс қабілеттері қажет болады. Осы туризм саласының жағымды жақтары: әлемнің түрлі елдерін көру мүмкіндігі, қызықты адамдармен танысу, жұмыс әртүрлілігі, яғни бір шаңды емес, шет тілдерін білу, жоғары табыс табу мүмкіндігі, халықаралық деңгейде жұмыс істеу және демалыс индустриясының бір бөлігі болу. Енді мамандықтың кері жақтары: жұмыс уақыты тұрақсыз болуы мүмкін, маусымдық табыс, яғни жазда көп болса, қыста аз болады, үлкен жауапкершілік қажет, қиын клиенттермен жұмыс істеу керексіз, ұзақ іс сапарлар болады және стресстік жағдайлар жиі кездеседі. Осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады? Туризм және сервис колледждерінен, университеттің туризм факультеттерінен, қонақ үй бизнесі мен сервис колледждерінен, халықаралық оқу бағдарламаларынан, қысқа мерзімді курстар мен тренингтерден білім алуға болады. Осы мамандық бойынша жұмыс істеуге болатын салалар: туристік агенттіктер мен тур оператор компаниялар, қонақ үйлері мен демалыс кешендері, әуежайлар мен әуе компаниялары, экскурсиялық бюролар, санаторийлер мен курорттар, круиздік компаниялар, эвент және ойын-сауық индустриялары, мемлекеттік туризм ұйымдары. Осы мамандықтың мансаптық болашағы: әлемде саяхатқа сұраныс жыл сайын артып келеді, туристік бағыттар ашылуда, онлайн туризм мен цифрлық қызметтер дамуда, туризм көптеген елдердің экономикасының маңызды бөлігі, тәжірибелі мамандар жоғары қызметке көтеріле алады. Қазіргі уақытта еңбек нарығының сұранысы: қонақ үй бизнесі қарқынды дамуда, халықаралық туризм кеңеюде, шет тілін білетін адамдар ерекше бағаланады, білікті гидтер мен менеджерлер қажет, ішкі туризм де қарқынды дамып келе жатыр. Өз жобамды қорытындылай келсем, туризм бұл тек мамандық емес, әлемді тануға мүмкіндік беретін ерекше сала. Бұл мамандық жаңа елдер мен мәдениеттерді танытады, адамдарға қуаныш пен демалыс сыйлайды, болашағы ұзақ және қызықты, көп мүмкіндіктерге жол ашады. Қарағандарыңызға рахмет.